Хабарымыз жалғастырамыз. Депутаттар халықпен жүздесті. 10 күн бойы мәжілісмендер әлеуметтік нысандарға барып, оқу орындары мен ауруханаларда аралап халықпен бетпе-бет сөйлесті. Себебі тұрғындардың мұң-мұқтажы мен қордаланып қалған проблемаларда осындай диалог арқылы білуге болады. Толығырақ мәжілісмендермен базар аралап қайтқан тілшіміздің әңгімесінде. Кезекті кездесу облыс орталығында орналасқан базарлардың бірінде болды. Депутаттар саудагерлермен сөйлесіп, оларды толғандырған мәселелерді білді. Сегодня у вас с рабочим визитом по Павлодарской области депутаты Мажилиса парламента, моя фамилия Теренченко, Бойча Анатолий Васильевич. Какие есть вопросы бытовые вот такого плана? Нет, все хорошо, нормально. Все хорошо, да? Условия торговли можно? Все хорошо, Да? А в целом вообще? Сондай-ақ тұрғындар қоғамдық көлік кестесіндегі ұзақ үзілістерді айтып, шағымданды. Депутаттар бұл сұрақты құзырлы органдарға жеткізетінін мәлімдеді. Вечерами плохо ходит транспорт. А это какие улицы? Автобус. Девятка плохо ходит. Дачные это, да? Ну, она и на дачный ходит. Да. Девятка точно, конечно, плохо ходит. Какой Автобусами надо промежуток по времени? Вы когда освобождаетесь? 7 Ну, или час пик? решать. имеете? В выходные вообще Седьмого можно почему, по часу ждать. А на работу доехать, сами понимаете. Большая программа, буквально позавчера. Бағдарлама жайында кеше ғана сөз болды. Утилалы мөлшерлемесінен түскен қаражат екі бағытқа жұмсалады. Автоөнеркәсіпті қолдау және екінші автобустарды сатып алуға жіберіледі. Бұл автобус паркімен мәселені шешетін болады. Льготного кредитования. Жаз көктем кездерінде жауатын жаңбырдың салдарынан қала көшелерінде су көптеп жинақталатында сөз етілді. Арнайы су ағызу құдықтары қажет. Бұл мәселемен депутаттар жақсы таныс екен. Аталмыш мәселе шешіледі деп сендірді. Айгерім Тоқпанқызы, Евгений Мяхченко, Аман Байымбет, ертіс ақпарат.